Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сосиски в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Арасы өте нәзік, жұмсақ болып піседі. Менімен бірге видеомды соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға 300 грамм жылы сүтімізді құямыз. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық дрож және де 50 грамм сұйық майды құямыз. 1 қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 450 грамм електен өткізген ұнымызды салып жұмсақ қамыр елейміз. Кішкене араластырып алғанша венчикпен араластырамыз. Кейін қолмен елеймін. Мінекей қоюланып бара жатыр. Енді қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Біздің булочкаларымыз керемет болып шығады. Артық ұн қоспаңыздар. Енді осылай жақсылап иінғандырып болғаннан кейін қамырымызды жылы жерге бетін жауып жарты сағатқа қойып аламыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бөліп дайындайтын боламыз. Бұл сосисканы мектеп кезінде асханадан күнде алып жейтінбіз. Қазір енді өзім үйренгеннен кейін үйде күнде жасап беремін балдарыма. Керемет жұмсақ болып шығады. Таласып жеп қояды ғой, дым қалмайды. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер үйде балдарыңызға. Үйден жасаған тамаққа ештеңе жетпейді. Әр тамақты ерекше қылып ұсынсаңыздар, баланың тәбетін де ашады. Мінекей барлығын осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. Содан кейін оқтаумен жайып, булочкаларымызды дайындаймыз. Енді ешқандай ұн шашпай оқтаумен жайып орайтын боламыз. Өйткені ұн шашсаңыздар, нанымыз құрғап қалады. Осылай оқтаулап жайып, бәрін дайындап алатын боламын. Мінекей барлығын пергамент қағазымыздың үстіне орналастырып алдық. Енді барлығының үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен осылай әдемілік үшін бетіне күнжіт шашып қоямын. Сіздерге ұнамаса, оны шашпай жасасаңыздар да болады. Енді бетіне пищевой пленкамды жауып 10 минутқа демалтып қоямын. Өйткені менің булочкаларымыз керемет көтеріліп шығу үшін осылай жасаңыздар. Бірден салып жіберсеңіздер, ол оқтауланған нандар арасы шикі болуы мүмкін. Неге қараңыздар, өте керемет болып пісті. Нәзік, арасы да жұмсақ болып пісті. Менің осы оригинал рецептімен жасап көріңіздер. Ұнаса, маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.